Қос перзентін мүгедек еткен отбасы. Балжан мен Серік қарапайым ауыл тұрғындары. Екеуінің де жоғары білімдері жоқ. Ешбір мекемеде жұмыс істемейді. Есігінің алдындағы шағын жерде егіншілікпен айналысып, сонымен күн көреді. Бір сауын сиыры бар. Ел қатары етпен емес, сол сиырдың айран сүтімен. Әйтеуір бір тамақ жасап, асқазандарын алдап күн кешіп келеді. Тұңғышы Ерқанаттың болғанына екеуі де қуанады. Әкесінің қамқоршысы өзге балалар секілді ойын қуып көше кезіп кетпейді. Күн мен жарыса оянып, бақшаға кіріп, шөбін шауып, егіннің бәріне өзі қарайды. Кішкентай Сабина аздап еркелеу. Әке шешесіне өте көп талап қояды. Маған ананы алып бер, мынаны алып бер. Мұны жегім келмейді, ананы жегім келеді деген секілді өмірі ештеңеге көңілі толмайды. Анасын әбден мезеткен екен. Бар тірлікті Ерқанат істеп жүрген соң үнемі ұлына көңіл бөліп қызын бір шетке ысырап қоя береді. Балжан негізінде ісі өнбейтін мылжыңдау әйел. Тынбай еңбектеніп келе жатқандықтан ба шаршау, қимыл қозғалысы баяу, асықпайтын жанның бірі. Өзгелер секілді егістікке кісі жалдап ақысын төлеп жатқан жоқ. Бар түскен табыс өздерінде қалса да ақшаның берекесі жоқ. Келген табыстың қайда кетіп жатқан есептейтін жанның өзі жоқ. Сараңдығына соншама қызының ойнайтын бір ғана қуыршағы бар. Сабинаның бар жұбанышы, алданышы сол қуыршақ. Есік алдына таңнан қара кешке дейін жалғыз өзі сол қуыршағын ермек етеді. Мұңдасы, сырласы да сол қуыршақ. Ол қуыршақта жоқшылықты сезгендей оңайлықпен бұзыла қоймайды. Бұл қуыршақтың Сабина үшін орны бөлек. Кейде ашуланып біреуге өкпелесе, қуыршағын ұрсып, лақтырып жібереді. Талай рет лақтырылса да байғұс қуыршақ бүлінген емес. Әдеттегідей ашуланып қуыршағын сыртқа лақтырып, қарны ашып үйге кірді. Түскі астың уақыты асса да анасы әлі тамақ дайындап қоймапты. Тоңазытқышты ашып, жүрек жалғар бірдеңе іздей бастады. Бір күн бұрынғы өзінің сүйіп жейтін асы мантыны көріп, анасына жылытып беруді өтінді. Бұл тамақты олар тек мереке немесе туылған күндерде ғана жейді. Бір күн бұрын Ерқанаттың туылған күні болып, соған пісірген болатын. Қызым, ол тамақ ашып қалған, жеуге болмайды. Бар, тағы біраз ойнай тұр. Қарным қатты ашып тұр. Өтінем, маған беріңізші. Қызым, болмайды деймін. Бар, қане ойна, ашуыма тиме. Сабина көзі жасқа толып қуыршағымен ойнау үшін сыртқа шықты. Өзінің лақтырып кеткен сүйікті де жалғыз қуыршағын есік алдына байлаулы тұрған иті шайнап, жыртып тастапты. Қуыршағын көтеріп анасына жүгіре жылап келді. Анашым, ана ит менің қуыршағымды тістеп жыртып тастапты. Қараңызшы мынаған, өтініш, оны тігіп жөндеп беріңізші. Қызым, ары кетші, басымды қатырмай, оны тігіп отыратын уақытым жоқ. Анашым, мен енді немен ойнаймын? Онда жаңасын сатып алып беріңіз. Ақшам болса алып берер едім. Онсыз да ішерге асымыз әрең тауып жүрген жоқпыз ба? Бар кет, әрі миымды ашытпай. Анашым, өтінем, қуыршағымды жөндеп беріңізші, өтінемін. Сен қыз, осы неге сөз ұқпайсың? Кетші, кет дедім ғой. Онда мантыны жылытып беріңіз, қарным ашты. Ол манты ашып қалған, итке береміз. Қазір тамақ піседі, оған дейін ойнай тұр. Сабина қуыршағын тістелеп тастаған итіне өштесіп, одан кек алып итті өлтірмек болды. Әкесінің бұрынғы құтырған итін қалай өлтіргені есіне түсті. Әкесі құтырған итке нанның арасына шиша бөтелкені майдалап салып берген болатын. Сол бір көрініс есіне түсіп, шиша бөтелкені майдалап тоңазытқышта тұрған мантыларды арасына салып қойды. Үйдің ішіндегі дауыстап анасы, Сабина, қызым, бар, ағаң мен әкеңді түскі асқа шақырып кел деп айқайлады. Сабина жүгіре барып әкесі мен ағасын түскі асқа шақырып келді. Әке шешесі, ағасы үйде тамақтанып отырғанда, ол сыртта анасының әлгі мантыларды итке берген күтіп отырды. Анасы шақырса да үйге кірмеді. Анасы ұзақ уақыт шықпаған соң үйге кірген қыз байғұстың үстел үстінде тұрған мантыны көріп жүрегі тоқтап қала жаздады. Ағасы асыға буралақтап аузына тығып жатыр. Әкесі енді ғана үстелге жайғасқан секілді. Бисмилля, сын айтып қолын тамаққа соза бергенде Сабина айқайлап жіберді. Жоқ, жемеңіз, анашым, ол мантыны ашып кеткені қайда? Оны неге ағам мен әкем жеп отыр, итке береміз дегеніңіз кәне? Қызым, соған бола сонша айқайлап не көрінді? Сен кішкентай қызсың, тамақты аз жесең де болады, ал әкең мен ағаң таңнан кешке дейін жұмыс істеп жүр. Қарындары ашып қалады. Кел, мен саған сүттен сүйікті ботқаңды дайындап қойдым. Әке, аға, жоқ, жемеңіздер. Сабина жүгіре барып тарелкадағы мантыларды жерге аударып тастады.
Балжан қатты ашуланып қызының құйрығынан шапалақпен салып жіберді. Ақымақ қыз, тамақты неге төктің? Үндемеген сайын басыма шықтың ғой. Анашым, ағама қараңызшы. Балжан жат бұрыла қарап еді, аузынан қан сорғалап жатқан ұлын көріп абдырап қалды. Сабина бұрынғысынан да қатты шошып кетті. Балжан мен Серік не болған түсіне алар емес. Балжан қызын жұлқылап қояр емес. Сен қыз не істедің? Ол тамақтың ішінде не бар? Айт жаныңнан барында. Анашым, мен айт деймін саған. Қызы мен дауласып тұрғанды Ерқанат есінен танып құлады. Серік жедел жәрдем шақырып қойған болатын. Көп ұзамай жедел жәрдем бригадасы келіп ауруханаға алып кетті. Балжан ашуға бой алдырып өз әрекетіне бақылай алмайтындай күйде болады. Ашу үстінде кішкентай қызды есік алдындағы қоймаға қамап кетті. Шұғыл түрде Ерқанаттың бірнеше ішкі құрылысына ота жасалды. Ұлын уайымдаған ата-ана қыздарын мүлдем ұмытып кетті. Түні бойы ауруханада болып таңға жақын үйге келген соң ғана Сабина есіне түсіп, Балжан жүгіре қоймаға барды. Барса қызы есінен танып жатыр. Қайтадан жедел жәрдем шақырып қызын да ауруханаға алып барды. Алла абырой бергенде еш жерінен зақым келмеген. Бірақ та қатты шошынып қалғаны көрініп тұр. Әбден есеңгіреп қалған анасы құшағына қысып жылап жіберді. Қызым, саған не болды? Неге жылап тұрсың? Кешірші мені, кешіре аласың ба? Неге бұлай істедің? Ол тамаққа шиша қосып нең бар еді? Олай істеуге не себеп болды? Неге үндемейсің? Қаншама сұрақ қойса да бірде-бір жауап жоқ, тек қана үнсіздік. Кіп-кішкентай қыз көздерінен жасы тоқтар емес. Үнсіз ғана ішіне тынып жылап отыр. Денсаулығында ешбір кінәрат болмаған соң үйлеріне оралды. Үйіне жеткен бойда есік алдында жыртылып жатқан жалғыз қуыршағын қолына алып, жұлқылап одан әрі жыртып бұзып тастауға тырысты. Шамасы жетпеген соң аяғы мен ескілеп әбден тепкілей берді. Балжан мен Серік қыздарын әрең сабырға шақырып тыныштандырды. Қызыма, ол қуыршақ саған не істеді? Ол сенің сүйікті қуыршағың емес пе? Оны неге соншама тепкіледің? Оның жазығы не? Тағы да сол үнсіздік. Үйдің ішін ауладан бірдеңе іздеп Сабина ары-бері жүгіріп жүр. Оның ағасын іздеп жүргенін Серік пен Балжан бірден түсіне қоймады. Қызым, не іздеп жүрсің? Неге жүгіре бересің? Бірдеңе десеңші, неге сөйлемейсің? Тағы да сол күй, ешбір жауап жоқ. Шыдамы таусылған ата-ана қыздарын құшақтап жүзіне тік қарап еді, оның еріндері қимылдағанмен ешбір дыбыс шықпай тұрғанын түсінді. Жоқ, бұлай болу мүмкін емес. Менің қызыма ештеңе болған жоқ. Сен қатынға таба жоқ. Қызың неге қамап кеттің? Ал не болды? Қорыққаннан мылқау болды да қалды. Осы ма еді қалағаның? Сабина қатты қорыққаннан тілін жұтып қойды. Мылқау болып қалды. Ал Ерқанат болса мүгедектер арбасына байланып қалды. Отбасының шырқы бұзылды. Серік жалғыз өзі тыным таппай әйтеуір күн көріске жетерлік ақша тауып келеді. Қызының не үшін мұндай әрекетке барған түсінген ана жүрегі қос перзентіне қарап тілім болып сыздап ауырады. Өкінеді, күйінеді, бірақ өткені кері қайтара алмайды. Бұл жағдайға кім кінәлі? Қызының көзінше итке шиша сынықтарын таңға қосып беріп, итті азаптап өлтірген әкесі кінәлі ме? Қызына көңіл бөлмеген қуыршағын тігуге жарамай, ұл қызын бөліп жарып бар тәттіні ұлының аузына тыққан анасы кінәлі ме? Қуыршағын тістеп жыртқаны үшін итке кек сақтап оны өлтірмек болған кішкентай қыз кінәлі ме? Кейде қу тірліктің артынан қуып баланың қалауын орындамай, оларға уақыт таппай жататынымыз рас. Міне, көрдіңіз бе? Кішкентай өтіріктің соңы қандай қайғыға душар етті. Егер де анасы сол кезде қуыршағын тігіп жөндеп берсе, байғұс қыз итке өштесіп қалмас па еді. Әкесі қызының психологиясына әсер ететін мұндай көріністі қызының көзінше жасамаса, қызда бұл әрекетке бармас па еді. Сұрақ көп, бірақ ол сұрақтың жауабын тапқанмен енді ештеңе де өзгерту мүмкін емес екені айдан анық. Балаңызға бір сәт көңіл бөліп жүріңіз, ал сіздің ойыңызша бұл жерде кім кінәлі?